және расымен де адамды басқа қырынан тануға болады дегені рас екен, иә, негізі сәл ішіне үңілсең. Нұрланның тағы да сұрақтары бар сияқты. Екі сұрақ бар тағы да шық. Біріншісі былай да, қараш. Сені 15 жасыңа дейін ата әжең өсірді. 15 жасыма дейін емес. Қанша? Атам 18 жасыма дейін, апам әлі күнге дейін еместе. Жоқ, сен жаңа биттің да, мен ата әжемнің қолында өстім. 15 жасында только білдім. Білдім, одан кейін тұрдың да, ағам мен жеңгемнің қолына өттім дедің да. Ол кісілер просто опекун қалған ғой, бірақ тұрмадым олармен бірге. Опекун қалды, бірақ сен андайсың да, олар енді саған өз қарамағын алғысы келді, сені жетілдіргісі келді, оқытқысы келді, тоғытқысы келді, бірақ сен олардың ниеттерін жоққа шығарып, мына жақта жоқ, ниеттерін жоққа шығарып дегенде, олар негізі кішкентай кезімде апалар айтқан ғой, просто апалар айтқан ғой, сендердің өз балаларың бар. Сендер өз балаларыңды бағыңдар. Менің өз балам уже 40-қа келген. Мен осы екі қызды өзім бағалам. Осы жасым әлі енді 60-қа енді келгендей дегенде, бірақ жаспын дегендей. Соны сендер өздерінің жұмыстарын істеп, балаларың небәрі 1,5 жаста, соны бағып өсіріңдер деген сияқты. Менің сестренкам өзі қазіргі екінші неден ағамның 2004 жылы, а братишкам 2007 жылы. По идее, мен сияқты примерно ары бері. Жоқ қой, негізі оларға атам әжеңден айтасың да, жаңа асырап алған адамдар туралы деген сияқты. Просто ол кісілер қалада тұрды да, мен вообще басқа жақта тұрдым ғой. Өсірген жақта тұрдым да мен. Ол кісілер неде тұрды. Мен оқыған жерде, қазір айтамын, Айгерімде мен 1 класс оқыдым, ең 9-шы класс бітіретін кезде. Вот сол жақта тұрдым мен сол кезде. Ол кезде мен уж колледжға кететін кезім ғой, сол кездерде. Одан алдымен Байсеркеде тұратынмын. Мынандай сұрақ қояйыншы енді, нағашыларымда өстім деп жатсыз. Ол жақта 8 ағайын, туысқандарымыз өте көп деп жатсыз. Қазір осылай эфирге шығып жүргеніңізге, әлеуметтік желіде тарап жүрген видеоларыңызға қатысты не айтып жатыр тума-туыстарыңыз? Өте қарсы емес. Қарсы емес? Қарсы емес. Қарсы емес. Мен айтқам. Бірақ енді бір белгілі бір ақылдарын айтады ғой, иә, сынап кейде. Бірақ айтады, например, мен енді қателестім ғой. Айтады, ендігі дейді да, өміріңді біз ақыл айтамыз дейді да, бірақ өзіңнің де ақылың болу керек дейді да, өзіңе дегенше, неге мен былай жасадым, енді болашақ өмірімде олай жасамасқа деген сияқты ше, кішігірім басқаша қылып қателестім ба, сол қателіге жерге қайтадан түспеске деген сияқты ше. Және осы соңғы күндері, осы біздің жобамызға келген күндерден бері жасаған қай іс-әрекетіңізді қате деп есептейсіз? Қазір айтатын болсам, шындықты айтпаған. Ең біріншіден барлықтарыңыздан кешірім сұраймын, шындықты айтпаған. Сол деп ойлаймын, алдағаным алдаған деп ойлаймын, бірақ мен алдаған деп ойламаймын оны. Мен өзім ашыламадым деп ойлаймын. Алдаған деп айта алмаймын оны. Просто ашыламадым деп ойлаймын да. Мен негізі ешкімді алдамаймын да, бірақ ашыламадым деп ойлаймын. Шындықты айта алмадым деп. Ештеңе етпейді, ештеңе етпейді. Сол жерде кешірім сұраймын. Ең бастысы. Одан басқа. Дейсіз ба? Білмеймін. Маған осы бірнеше күн бұрын директіме өте көп наразылық келді. Яғни бұл қыздың істеп жатқанын көрдіңіздер ме? Сіздер бұны эфирге не үшін аласыздар? Әдейі шоу жасау үшін аласыздар ма деген сияқты ұрысқан кісілер көп болды. Сіздің Арбатта билеген, жаңағы қарт кісімен билеген биіңізге қатысты әңгімелерді айтып жатыр да. Яғни мен ол биден кейін сізге көрермен білесіз бе қандай көзбен қарайды? Яғни жаман көзқарас. Краш көзқарас емес, жаман көзқарас. Жаман көзқарастан бұрын, яғни бұл қыз өзінің не істеп жүргеніне отчет бере алмайды деген бір тұжырым шығарған екен. Бірақ мен ол көрермендерге айтамын, жоқ, біз Қарлығашпен эфир сыртында сөйлескен кезде әбден өз-өзіне толықтай жауап бере алатын, істеген істеріне анализ жасай алатын, сондай бір қыз баласы, неге мен оны эфирге кіргізбеу керекпін деп мен солай жауап қайтарудамын. Бірақ сол видеоны расымен де ерсі көрінген сияқты. Негізі өте ерсі, бірақ мен оны істемейтін едім да негізі. Маған айтты да енді осылай деп мен айттым. Мен ол кісілерге айттым да енді, мен Қосылайықта болдым деймін да басында. Одан қалалымда, сезім бағында болып отырмын да. Мен білемін ол тарайтынды. И ол кісілер айтады, ничего тарама, мен айтып тұрмын, по-любому тарайтын білемін да енді. Жасамаймын олай деймін. Неге жасап көрмеске, анау мынау, короче. Мен енді намысқа тырысамын да, давай деймін ғой, короче, жасасам жасай саламын мен. Бұл жоқ қой деген сияқты. Хайп үшін әдейі жасалған дүние болды. Жоқ, не хайп емес. Просто мен айттым да, намысым кетті да маған. Сонда не жасай алмайсың ба? Сонда не жасай алмайсың ба не? Бір типа біздің достық немізді нете алмайсың ба дегендей кетті да маған. Белгілі бір адамдар бұны әдейі жасады ма? Менің достарым аралас, алыс достарым, бірақ қатты араласпаймын олармен. Мен олармен андай қайтсам болады, прям жақын деп араласпаймын да. Мен айттым, жарайды, сендер нетем дедім. Мен сендерді сыйлайын дедім да. Енді орысша айтқанда боталар мұны айтып жатыр, на слабо алған ғой, яғни жасай аласың ба деген сияқты. Түсінікті. Және сіз оны жасадыңыз. Просто ерсі екенін де білемін да оның. Бірақ андай көп адам тұрғанда білемін ол жерде. Просто мен айттым да, мен намысымды нетімді, давай жасасам жасай саламын дедім мен. Просто абыройда бар екенін білемін ол жерде. Жаңалы бері алып келе жатқан дүние мынау ғой. Мен сізге әрине тума-туысыңыз емеспін, бірақ сізге осы Табалдырықты аттағаннан бастап сізге бір ішімде бір жылулығым бар, білмеймін, мен сізге оң көзқараспен қараймын. Неге екенін өзім де түсінбеймін, шынымды айтайын. Және сол себепті сізге бір ақыл кеңес бергім келіп отыр да. Бөтен адамдарға енді артық біздің ақыл кеңесіміз де керек емес шығар, бірақ Қарлығаш өте әдемі жансыз, ақ көңілсіз, өте ақ көңілсіз. Және мен жаңағы жасап жүрген іс-әрекеттеріңізге қарап қорқамын да, сіздің ақ көңілділігіңізді болашақта пайдаланып кететін адамдар өте көп болады. Және мысалға Арбатта жаңағы билеген ол бір бөлек, бірақ сол биіңіздің стиліне қарап ер азаматтар басқаша ойлап қалуы мүмкін, сізді алдап кетуі мүмкін, пайдаланып кетуі мүмкін өздерінің жаңағы пайдасына, иә. Сондықтан сіз өз-өзіңізге байқас болыңызшы, өтініш, иә. Қай жерде жүрсеңіз де мен қазір қандай қадам басып жатырмын деген сияқты. Кейде болады бір блогерлар хайп үшін әдейі оны жасайды, болашақта бір қаражат табу мәселесінде жарайды, оны бір белгілі бір дәрежеге дейін түсінуге болатын шығар, бірақ байқап жүріңізші, қай жерде жүрсеңіз де, жарай ма? Мен бір ырза болғаным, уақыт бар ма негізі? Кішкене бар. Негізі риза болғаныңды айта бер, иә. Одан басқа сұрақ бар еді. Негізі бір риза болғаным, хабарластық, сол биден кейін маған би көп келіп кетті, сосын Қарлығаш қаласа жүрді маған.
нұрлан маған ренжімекші ол жерде енді биледім деді да, ақша төлеп бір бірін билеген ғой. Биледім, оны мен әлеуметтік желіге тарап кететінін білген жоқпын, негізі түсірме деп айтқам деді да. Маған айтады да, кешіріңізші, мен дейді өзіме кәдімгідей ішімде бір күшті болып қалдым, кәдімгі өзінің істеген әрекеттеріне жауап бере алатын адам екен деп ше. Сұрағым негізі бар еді, жаңағы қарашы, Қарлығаш, сен бағанадан бері әңгіме отыр ғой. Бұрынғы ара қатынастағы енді қатты ғашық болған жігітіңмен айырылысып кеткеннен кішкене осындай болдым дедім ғой. Сен сол экс күйеуіңді әлі күнге дейін сағынатын сияқтысың. Сағынатын сияқтысың деген қалай еді? Ұмытпадың или бауыр басып қалдың? Бұны былай жасаймыз ба? Сіздерге талқылауға және ойлануға бір азық болсыншы сіздерге, иә, қазір эфир барысында талқыламай ақ қояйық оны. Қарлығаш, ол сенің сұрағыңды толықтай қазір қалай түсінсем екен деп отыр. Егер кездесу жалғасатын болса, таныстық жалғасатын болса, соны жеке сұрап және бұл жаққа нәтижесімен келіп бөліссеңіздер. Қалай қарайсыңдар? Иә, бұйырса жоспар бойынша жексенбіге көлсайт сөйлесіп жатырмын. Жаңағы сценарий бойынша болады ғой бәрі. Это как гонг-гонг, зонг-зонг, күшті. Сіз дайынсыз ғой ең бастысы. Қара көйлек, биік өкше, дайын ғой, иә? Жоқ, оны естідік қой, естідік. Жоқ, өлеңді. Жоқ, келесі жол. Жоқ, басқа өлеңді. Басқа сценарий бар сияқты, кәні? Тыңдап көрейік. Мен ол адамды ұмытқам, ол өлеңді айтып берсем. Сол адамға. Айтып беріңіз. Экс күйеуіме арнапшы. Тыңдайтын жоқ, білемін, көреді натуре. Потому что оған да қызық қой, енді қалай болып отыр, не істеп отыр деген сияқты. Примерно ойлаймын да енді өзім. Айта берейін ба? Айта беріңіз. Бүйтіп айтпасында. Бывшыларыңызды ұмыту үшін осы ән. Бывшыларыңызды ұмыту үшін осы әнді арнасаңыздар болады, болмаса астына беріп кетсеңіздер болады. Міне. Қош бол жаным, тағдыр солай, ұмыт мені, мен ұмыту болмас оңай, сүйем сені. Бұл махаббатқа айтады, кім өкпесін, жылама бәрібір жүректесін. Қимаймын енді қайтемін, амалым жоқ, бірақ енді ойламаймын. Рахмет сізге, Қарлығаш, бүгін студиямызға келгеніңізге. Нұрлан жалғасады, жексенбі күні бұйырса Көлсай, келесі жолы жақсы жаңалықтармен күтеміз. Иә, келесі жолы кездескенше шығарып салайық.